Саламатсыздар ма, құрметті пайдаланушылар? Бүгін мен сіздерге білім ал AI порталы туралы ақпарат беретін боламын. Яғни білім ал AI порталы қалай жұмыс жасайды, және білім ал AI порталы қалай жасалынды деген сұрақтарға жауап беретін боламын. Ең алдымен білім ал AI порталы қалай жасалынды деген сұраққа жауап берейік. Білім ал AI порталы Python программалау тілінде жасалынды. Және сол білім ал AI порталын жасау кезінде келесідей технологиялар қолданылды: JavaScript, CSS, HTML және Google AI Studio платформасы пайдаланылған болатын білім ал AI порталын жасау кезінде. Енді білім ал AI порталының жұмыс істеу принципіне көшейік. Яғни білім ал AI порталымызға өтейік. Ол өту үшін біз білім ал AI порталымызға келесідей әрекеттерді орындаймыз: cd system-i деп жазамыз. Содан кейін Python manage server деп жазамыз. Бұл сөзді жазғаннан кейін автоматты түрде бізге сілтеме жібереді. Сол сілтеме арқылы білім ал AI порталымызға өтетін боламыз. Бұл жерде бізде білім ал AI порталының басты беті, бұл жерде екі батырма орналасқан. Бастау батырмасы бұл жерде чат бөліміне өтеді. Білім ал AI слайд генератор батырмасын басқан кезде слайд генерациясы бөліміне өтеді. Ал бұл жерде білім ал AI мүмкіндіктері жазылған: тақырыпты талдау, ақылды іздеу жүйесі, пәндер арасындағы байланысты анықтау деген сияқты мүмкіндіктерді жазғанбыз. Бұл жерде білім ал AI порталының мәліметтері орналасқан, яғни әлеуметтік желілер қалай байланысады автормен, біздің университетіміз туралы, содан кейін компания, яғни бұл жерде біз компания деп жазып қойғанбыз, марапаттар, зерттеулер, яғни осы білім ал AI порталын жасау кезіндегі алған марапаттарымыз туралы. Бұл жерде екі қызмет орналасқан: чат және слайд генератор бөлімі. Енді негізгі екі батырманы басайық. Бірінші чат бөлімінен басайық. Бұл жерде біз негізгі бөлім мына жер. Бұл жерде біз кілттік сөз жазамыз, яғни информатика пәніндегі бір тақырып жазамыз. Мысалы, бір өлшемді массив деген тақырып жазайық. Күте тұрайық. Яғни мына жерде бір өлшемді массив тақырыбының жаратылыстану саны пәндермен байланысын анықтап берді. Бір өлшемді массив тақырыбы физика пәнімен, география пәндерімен байланысады екен. Негізі көп пәнмен байланысады. Бірақ енді бұл жасанды интеллект болғандықтан кейбір ақаулықтар болуы мүмкін. Мына жерде жаратылыстану пәнінің аты, содан кейін 10-шы сынып, сыныбы туралы ақпарат, содан кейін авторы, баспасы туралы, содан кейін тақырыбы, беті туралы, қай бетте орналасқан сол тақырып, содан кейін байланысы туралы ақпарат беріледі. Бұл бөлімнің қызметі осындай. Мына жерге кілттік сөз енгіз бөліміне белгілі бір информатикадағы тақырыпты жазу арқылы біз осындай ақпараттар ала алады екенбіз. Енді
Мына жердегі бөлім жаратылыстану бағытындағы кітаптар. Бұл батырмаларды басу арқылы жаратылыстану пәндеріндегі, яғни мына жердегі информатика пәнін ашып көрейік. Бірінші кітапты ашу деген батырманы басқан кезде информатика пәнінің 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейінгі кітаптарын шығарып береді. Жалпы мына жерде барлық жаратылыстану пәніндегі кітаптарды шығарып береді. Химия бұл мұғалімдердің жұмысын одан әрі өнімді ету үшін жасалынған зат. Енді біз пайдаланушы қатты қиналмасын деп, артқа өтіп, қайтып кірмесін деп, слайд интеграциялау бөлімін осы жерге орналастырып қойғанбыз, бірден кіріп кету үшін. Осыны басып жіберейік біз. Содан кейін осындай бізге бет ашылады. Бұл жерде бізге слайд жасап береді. Біздің жасанды интеллектіміз. Бұл жерге мен дейтін көп уақыт алмас үшін осындай мысалын келтіріп қойған болатын. Соны көп ойланбай бірден қоя салайық осы жерге. Яғни бұл қалай жұмыс жасайды? Информатика пәніндегі белгілі бір тақырыпты жазамыз, мысалы бір өлшемді массив, және байланыстырғымыз келетін пәнді жазамыз, және 9-шы сыныпты жазамыз. Кез келген бір сыныпты жазуға болады. Содан кейін алгебра пәніндегі белгілі бір тақырыпты жазамыз, мысалы сандар тізбегі. Соны жазу арқылы біз келесідей әрекеттерді орындаймыз. Бізге жасанды интеллектіміз сайт жасап беру үстінде. Біздің слайдымыз дайын, яғни PPT-X жүктеу батырмасын бассақ, бізге слайдымыз жүктеледі. Слайдымызды көрейік, ашып. Яғни манағы біздің жазған тақырыбымыз. Содан кейін сол тақырыптар туралы ақпараттар және де пайдаланылған әдебиеттер туралы ақпарат. Жалпы осы білім ал AI порталымызға өтейік. Бұл бөлімнің қызметі осындай. Бұл бөлім түсінікті деп ойлаймын. Жалпы 2 бөлімді түсінікті деп ойлаймын. Жалпы осы білім ал AI порталының негізгі 2 қызметі туралы ақпараттар берілді. Сіздерге рахмет. Соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін. Назарларыңызға рахмет.